Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы. Бұл аймақтың жалпы ішкі өнімі ет, сүт өндірісі, дәнді дақыл егістігі, бақша жемістері мен көкөністері, сонымен қатар мақта өсіру шаруалармен қамтылған. Біздің түсірілім тобымыз аудандағы ірі шаруа қожалықтар мен зауыттарды аралады. Енді әрқайсысына жіті тоқталсақ. Бүрте Милка зауыты Оңтүстік Қазақстан облысындағы роботтандырылған жалғыз кәсіпорын. Осыған орай бізде ең алдымен 400 сауынды сиыры бар сүт тауар фермасына жол тарттық. Танытпай тұрып, сиырларды қолмен сауатын заман артта қалды. Сауыншылардың күнделікті жұмысын мына роботтар анағұрлым жеңілдетіп, сүт тауарлы ферма тәулігіне 9 тонна сүт өндіруіне қол жеткізуге үлесін қосты. Бір сөзбен айтқанда, мына роботтар күнделікті қолданып жүрген гаджеттер сияқты ферманың тіршілігін жеңілдетеді. Бүрте Милка фермасының жұмыс істеп жатқанына осымен 10 жыл болды. Алғашқыда мұнда мүйізді ұсақ малдарды ұстаған, қойларды көбейтіп, бағып қақтап, сатылымға шығарған. Алайда соңғы 2 жылдың ішінде кешен сүт тауар фермасы статусын иеленді. Шаруада өрге домалай түсті. Кәсіпорын шведтік технологиялармен жабдықталған, ал ферма басшысы мұнымен шектеліп қалмайтынын айтады. Алдағы уақытта ол тәулігіне 50 тонна сүт өңдейтін зауыт ашуды көздеп отыр. Келешекте мынау қазір үкіметтің бағдарламасы бойынша кооперация деген шығып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Жан-жағымыздағы сондай кіші кәсіпорындар, кооперацияларды біріктіріп, солардың да сүтін қабылдап, күніне 50 тонна сүт өңдейтін завод қойып жатырмыз. Галштин фриз тұқымының сауынды сиырлары Венгриядан әкелінген. Олардың барлығы 4 қораға байланған. Мұнда малдарға қажетті жағдайдың барлығы жасалған. Күніне кем дегенде сауыншылар 15 тонна сүт алады. Қазіргі таңда неше ірі қара бар мына жерде? 408 бас алып келдік, аналық бас. Олар қазір 408 бастың 300 басы туды, 100 басы мына осы 1-2 айдың ішінде туады. Сонда бізде жалпы басы 700 басқа жетіп тұр. Кәсіпорын осындағы жұмысшылардың күшімен бой көтерген, ал швейцариялық құрылғыларды сол жақтың мамандары орнатып берген. Айта кету керек, ферма басшысы шетелдіктермен күні бүгінге дейін әріптестік қарым-қатынаста жұмыс істеп келеді. Өйткені әлі де жинақтайтын тәжірибелер бар. Орта есеппен санағанда бір сиыр күніне неше литр сүт береді? 30-32 литрден беріп жатыр. Енді кейбіреулері бар 40 литр береді, кейбіреуі бар 15-20 литр береді. Оның барлығын біз келешекте сорттаймыз. Бірақ қазір орташа есеппен 28-30 литрден түсіп жатыр. Бұл сиырлар бұзаулаған кезде сүт сәл азаяды, сол кезде не істейсіздер? Біз мысалы бұл Галштейн, бұл сүтті порода болғандықтан бұл жыл 360 күнде сауыла береді бұлар, сүтте тоқтап қалмайды. Бірақ енді бұлда износ болмау үшін біз бұларды 10 айдан кейін тоқтатамыз да, 2 ай мына өздеріңіз көріп отқандай, мына қораның екінші шетінде 2 ай демалады, одан кейін барып босанған кейін қайттан оны роботқа қоямыз. Ферманың әрбір бұрышын назардан тыс қалдырмауға тырысқан түсірілім тобымыз сиырлардың бұзаулайтын кешенін арнайы бөлімінде көруге ниет білдірді. Мына бұзауға 15 күн болды. Осы бұзауға 15 күн. Өзі аралары бір күннен 2 күн, бір күнде 2 бұзау, 3 бұзау толады. Бір бұзауға 2 литрден бір күнде 6 литр сүт береміз. Күніне 2 рет бересіздер? Бір күнде азанда түсте кешке 3 мезгіл беріледі, 6 литр сүт беріледі. 900 мыңдай бізде ірі қара мал бар. Ішінде сол 400 мыңдай және саумалы сиырлар. Сіздер болған Бүрте Милкада роботизацияны енгізіп, сол роботизацияның арқасында жәндегі мынау өжеде өнімдік 30 күнделікті әр сауын сиырға 30 литрден артық сүт алып отыр. Соның арқасында жәндегі мынау біз жәндегі облысқа кәсіпкерлерге бәріне көрсетіп отырмыз, қандай нәтижеге жетуге болатынын. Серіктестік 2014 жылы құрылған, бір жылдан кейін 20 гектар жерге алма ағаштарының көшеттері отырғызылды. Александровский сад жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің негізгі жұмысы интенсивті бақшада жеміс-жидек өсіру шаруасына бағытталған. Бүгінгі таңда серіктестік осы 20 гектар қарқын алма бау шаруашылығын ары қарай
дамытып, қосымша алдымыздағы жылдары тағы да 30 гектарға қарқындамалы шаруашылығын ұлғайту жоспарымыз да бар. Мынау Шымкент қаласына жақын жерде сауда логистикалық орталығынан жер бөлініп, ол жерде мынау көкөніс, жеміс көкөніс қоймасын сақтап, одан шығатын өнімді терең өңдеу арқылы сол жерге үлкен қойма салуды жоспарлап отыр бүгінгі таңда. Мемлекеттік қолдау туралы сөз қозғайтын болсақ, бүгінде жергілікті билік шаруа қожалық шығынының 40% өтеп, топырақ тыңайтқышын тиімді бағамен алуға қолайлы жағдай жасап отыр. Нақтырақ айтқанда, көшеттердің тыңайтқыштары 50% жеңілдікпен сатып алынды. Биылғы жылы жоспарымызда мынау жаңғақ өсіру де қолға алып жатырмыз. Сол үшін біз Түркиядан қазіргі таңда жаңғақ көшеттері келіп, осы алдымыздағы күндерде ол жаңғақтарды отырғызу жоспарымызда бар. Қосымша осы 30 гектарға жуық тағы да алма бау шаруашылығын отырғызсақ деген ниетіміз бар алдыңғы жыл, 2018 жылға. Ордабасы құс компаниясының өндірістік жұмысы жабық түрде атқарылады. Күрке тауықтың еті күрделі өңдеуді талап ететін шаруа. Зауыт өнімі отандық нарыққа 2011 жылы жол тартты. Тұтынушылардың да назарына бірден ілікті. Себебі өнімнің бағасы мен сапасы халық сұранысына сай келеді. Бүгінгі күні Мұрат Тағаев басқарып отырған Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестік көптеген жетістіктерге де жетіп үлгерді. Олардың қатарында халық маркасы, сала үздігі, Қазақстанның үздік тауары сынды марапаттар бар. Біздің түсірілім тобымыз кәсіпорынның шұжық цехын аралады. Бұл жерден дайын өнім дүкендерге жол тартады. Айта кету керек, күрке тауық еті отандық сатылым сөрелерінен бөлек көрші елдердің нарығына да тасымалданады. Қолында 36-дан астам шұжық өнімдері бар. Колбаса, сосискасын қосқан кезде, деликатестерді қосқан кезде 36-дан астам ассортимент түрлері бар. Осы цехтарда экспортта қанша адам? Жалпы құс сою бөлімінде 180 адам жұмыс жасайды. Қазіргі таңда 8 сағатта күндігіне 30-35 тонна күрке тауық етін өндіреміз. Өздеріңіз көріп өткендей, бағана жіліктеу цехтары, солардың бәрі 30-35 тонна еті өңдеп шығарады. Ал қазір орналасып бұл жерде жүріп жатқан цехымыз біздің шұжық өндіру цехы. Бұл 8 сағаттың ішінде оборудованияның қуаттылығы 5 тонна шұжық өнімін өндіре алады. Шұжық цехы озық технологиялық құрылғымен жабдықталған. Ол әртүрлі диаметрлі өнімдерді дайындап шығаруға мүмкіндік береді. Ал мынау қаптама жұмыстары атқарылатын цех. Мұнда шұжықтарды вакуумдау, қаптау, штрих-кодын жапсыру және өнімдерді тию жұмыстары жүргізіледі. Бір құс неше килограмм ет береді? Бізде мекені 10-12 килоға дейін береді. Ол 105 күннен бастап соямыз. Ал қоразары 125 күннен бастап соямыз. Ол 18 килодан бастайды. 20 килоға дейін барады тірі күйінде. Азық-түлік бағаларының бағамы біздің де назарымызда. Ақпараттар облыстық және қалалық ауыл шаруашылығы басқармаларынан алынған. Солтүстік Қазақстанда неміс технологиясымен салынған Орталық Азиядағы ең ірі ет комбинаты іске қосылмақ. Зауыттың жобалық қуаттылығы жылына 15 000 тонна ет және 9 000 тонна шұжық алуға мүмкіндік береді. Неміс технологиясының стандартына сай етіп салынған кәсіпорында малды бордақылау базасы және санитарлық цех бөлімдері бар. Ескере кетейік, бұл Орталық Азиядағы аналогы жоқ кәсіпорын. Сапасы төмен қазақстандық ұнның контрабандалық тасымалы Қырғызстанның ұн шығаратын кәсіпорындарын банкротқа ұшыратуы мүмкін. Көрші елге күн сайын контрабандалық жолмен 30-50 шақты жүк көлігі ұн жеткізеді. Бүгінгі күні көптеген өнеркәсіп кәсіпорындары тоқырау үстінде тұр. Кедендік одақ елдерінен тауар тасымалдайтын бірнеше дистрибьюторлық компаниялар жабылып та қалған.